Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазыл қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал сіздер білесіздер ме, өлген кит неге өте қауіпті? Кит дегенде көз алдымызға жер шарындағы ең үлкен тіршілік иесі келеді. Киттің ұзындығы 33 метр, салмағы 150 тонна, жүрегінің салмағы 1 тонна, тек тілінің салмағы бір пілдің салмағына тең. Кит өлген соң денесі су астына кетер болса, оның денесі балықтар мен акулаларға бірнеше жылға дейін азық болып қалады. Ал егер киттің денесі жағажайға шығып қалатын болса, 3 күннен кейін киттің ішіне улы газдар жинала бастайды. Улы газдар бір апта өткен соң оның ішін жарып шығады. Бұл газдың құрамында метан болғандықтан ол адам денсаулығына өте зиян. Егер осы газдармен адам демалатын болса, 10-15 минуттан кейін адам есін жоғалтып алуы да ықтимал. Әрине, киттер Қазақстанда кездеспейді. Дегенмен, мұхит жағасына демалуға барсаңыз, өлі киттерден абай болуды сұранамыз. Ал егер осы видео ұнаған болса, лайктарыңыз басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.